Так, саламатсыздар ма оқушылар, қайырлы күн, отыра қойыңыздар. Так, жақсы, бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Так, кезекші кім? Так, Нұрдас сыныпты келмеген? Жақсы, отыра қой, рахмет. Так, жақсы балалар, біздер алдыңғы сабақта жоңғар шапқыншылығы, Ресейден Қазақстанға қосып ала бастауын аяқтадық. Бүгін сол тақырыпты әрмен қарай жаңа сабақ ретінде жалғастырамыз. Да, балалар, суретте не көріп тұрсыздар? Қарай қояйық. Әбілқайыр ханды сонымен қатар. Жақсы балалар, саламай. Миллион айта ғой, миллионы. Ресей императрицасын Анна Иоанновна және кіші жүздің ханы Әбілқайыр. Жақсы, өте дұрыс. Бүгінгі сабағымыз осы тақырып төңірегінде болмақ, яғни кіші жүздің Ресейдің Қазақстанды қосып ала бастауы, яғни қосып. Жақсы балалар, ендеше кітабымызды оқуымызды ашайық, тақырып жазамыз. Ресей империясының қазақ хандығын қосып ала бастауы. Так, Ресей империясының Қазақстанды қосып ала бастауы. Қосып ала бастауы. Жақсы балалар, сіздер дұрыс айттыңыздар. Яғни Анна Иоанновна, сонымен қатар кіші жүз ханы Әбілқайыр. Осы бүгінгі сабағымызда осы есімдермен танысып, осы кісілердің атқарған қызметін білетін боламыз. Балалар, қазақ хандығының Ресей империясының қосылуының басталуы бүгінгі тақырып. Бүгінгі сабағымызда балалар біз қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін анықтаймыз. Сонымен қатар Әбілқайыр ханның Анна Иоанновнаға патшайымға жазған хатының мәнін ашатын боламыз. Не үшін қазақтар Ресейдің қол астына кіруге, Ресейдің қол астына кірді, оған қандай жағдайлар әсер етті, себебі мен салдарын анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Және де бүгінгі сабағымызда 18 ғасырдың бірінші жартысындағы кіші жүздің саяси жағдайы Ресейдің бодандығын қабылдаудың себебін анықтайтын боламыз. Түсінікті ме? Так, жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызда жаңа терминдік атаулар, яғни отар, отаршылдық, бодан, аманат, грамота және елшілік деген жаңа сөздермен танысатын боламыз бүгінгі сабағымызда. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын бастамастан бұрын кішкене сіздерге азын-шоғын мәлімет беріп кетейін. Өздеріңіз білесіздер да, 18 ғасырда қазақ жеріне қауіп төндірген мемлекеттер қандай еді бізде? Қол көтеріп айта қояйық. Нұржан? Казактар. Сонымен казактардың бір ғана казактар болған жоқ, ол Орал казактары және Сібір казактары, тағы жоңғарлар өте қалмақтар және башқұрттар. Дұрыс айтасыздар. Балалар енді картаға қарап отыратын болсақ, бізде кітабымызда оқулықта Қазақстан сол қалмақтар, ойраттар, башқұрттар, Ресей, мынамызда Қытай, Цин империясы және де казактармен іргелес жатыр картада. Орта Азияда, яғни қақ ортасында жатыр біздер. Яғни 18 ғасырда қазақ жеріне қауіп төндірген мемлекеттер балалар біздер жалғыз жоңғар емес. Ол жаңағы қалмақтар, башқұрттар, Сібір казактар. Яғни бір ғана біздің жауымыз болған жоқ балалар. Енді балалар, қазір бүгінгі оқулықпен танысу мақсатында сіздерге жақсы балалар, ендеше оқулыққа назар аударайық. Кітабымыздың 9-10 тақырыбында Ресейдің Қазақстанның қосып ала бастауын танысайық оқулықпен, әрмен қарай сабағымызды жалғастыратын боламыз. Яғни қазақ жерінен Ресейге қандай елшілер келді, қай жылы келді, оны жерудегі мақсаты не? Осы сұрақтарға балалар назар аударыңыздар. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты да осы жөнінде болмақ. Жақсы. Нұртас, айта ғой. 1716 жылы Қайып хан князь Гагариннен көмек сұрап келеді. Бірақ Гагарин
отказ береді, өйткені ол бірінші дүниежүзілік соғыстағы Швециямен соғысты. Жақсы. Қайып сұлтанның өтінішін қабылдамау себебі, яғни өздері бірінші дүниежүзілік соғыста Швециямен соғысып жатқан болатын. Жақсы, Аружан. Қазақстаннан ант алу үшін патша үкіметі Әбілқайырға 1931 жылы көктемде антиөткелік бастаған елшілік жіберді. Тевкелік бастаған елшілік жіберді. Ал Қазақстаннан Ресейге кім деген елшілер келді? Қай жылы? Қайсар? 1730 жылы Қайдарға жолы және Қашқар жолы Санкт-Петербург қаласына Ресейде көмек сұрауға барады. Жақсы, өте дұрыс. 1730 жылы Қойдағұл мен Қоштайұлы ол жаңа Ресейден көмек сұрау үшін елшілік жіберген болатын да қазақтар. Оны елшілікті кім қабылдап алды Ресейден? Миланы? Анна Ионовна. Дұрыс, Анна Ионовна қабылдаған болатын. Енді балалар оқулыққа назар аударды. Енді балалар мына 1731 жылы, да? 1731 жылы қандай тарихи оқиға болды? Жаңағы кім айтты? Қайсар айтты? Қойдағұл Қоштайұлы 30-да барса, ал 31-де керісінше Тевкелік басқарған елшілік кетті, да? Енді балалар қараңыздаршы, Тевкелік бастаған елшілікке Ресейдің тарапы қандай шарт қойды? Нені қазақ жерден, нені қандай ақпаратты алып келіңіздер деді оларға? Кім айтады? Қандай мәлімет алып келіңіздер деді? Не істеу керек деді? Қазақтың салт дәстүрімен, оның геосаяси жағдайымен, тау-тасымен дұрыстап танысып алыңыздар деді Тевкелікке. Сосын тағы Жер беттегі суреттерді, сосын жанында тұрған ауылдар, сонымен бар. өте дұрыс. Яғни жердің бедерін, көрші ауылдарды, қай жерде орналасқандығын барлық мәліметті Тевкелікке, яғни шпион дейді ғой, тыңшылық қызмет атқарды. Тағы балалар, яғни 1731 жылы қандай тарихи оқиға болды, кім айтады? Яғни Тевкелік келді, сосын Қазақта неше старшын қабылдады? 29 старшын қабылдады. 29 старшын ант қабылдаған болады. Бала енді осы сандар сөйлейді әдісін іске асырып жіберейік. Так, сандар сөйлейді. Так, кімге берейін балалар? Так, жақсы. Ерланға берейін. Так, Қазбекке берейін. Жақсы балалар. Так, осы сандар сөйлейді. Ал мына қатарға берейін. Мына қатарда біреу болды. Так, жақсы балалар. Енді осы сандарды сөйлейік. Так, сізге қандай сан түсті, Бағдат? Так, 50, 55 және 1757 жылдары. 52-55, да? Ол жылдары, отар қазақтары жеріндегі солтүстік айналымдағы жаңа есіл шекарасының шебегінде әскери бекіністер мен шағын дала бекіністері тұрғызылды. Жақсы, тамаша, рахмет. Так, Милан. Қанша? 1730 жылы қандай тарихи оқиға болған? 1730 жылы Шыңғыстың жүзіндері ханға Ресеймен одақ жасалды. Ханға Ресеймен одақ жасауды ұсынды дейді. Дұрыс па? Иә, дұрыс. 1730 жылы. Так, Бағдат, кім? Бақтияр. 1730 жылы қыркүйек айында Әбілқайырдың елшілік Петербургтан келді. Елшілері Петербургқа келді. Қазбек. 1734 жылы Қырғыз Қайсақ Орынбор экспедициясы ашылды. Орынбор қазақ, Қырғыз, яғни Орынборда экспедиция қай жылы ашылды? 1734 жылы. Абдурахман, сен не айтар едің? 1733 жылы. Тосын шығар, 1731 жылы. 1731 жылы 10 ақпанда Тевкелік Қазақстанға келеді. Жақсы, дұрыс, тағы. Сосын 1731 жылы 19 ақпанда Анна Ионовна Қазақстанға көмектеседі. Жақсы, қазақтарға көмектеседі, да? Жақсы, енді балалар,
Тағы не айтар едіңіздер? Үшінші қатар, сіз не айтар едіңіз? Милана. Тевкел ол өзінің Ресейден келген Ресей елшісін деп қазақтарға қоқан-лоққа және де пара бергісі келеді. Жақсы, дұрыс. Енді балалар, мына жерде біздің оқулыққа қарайтын болсақ, балалар, мына кітабымыздың мына бетін аша қойыңызшы. Кітабымыздың 35-ші бетін ашайық. Енді кітапта оқулықта бізде қосымша ресурсында былай деген: егер сен Әбілқайыр заманында өмір сүрсең, қай тарапта болар едің дейді. Түсіндіңіздер сұрақты? Қай тарапта болар едіңіз дейді. Медина, сен қай тарапта болар едің? Қарсы. Қарсы, жақсы, айта ғой. Олар оны пайдалана алмады. Бұл оған тиімді емес еді. Оларда әскери көмекте бермеген. Жақсы. Айзере? Патша үкіметі жалпы қазақ хандығы Қосымша ара ғой. Патша үкіметі жалпы қазақ хандығы болуын мойындамай арқылы қазақ мемлекетінің алдына алмастық бірлігін бұзып және жалпы бірлігін бұза бастады. Бірлігін бұза бастады және өзіне керекті жерлерді ала отырды. Жақсы, енді балалар, осы Анна Ионовна қазақтарға қандай шарт қойды? Әсел, қандай шарт қойды? Не айтар едің шартқа? Кіші жүз қазақтары Ресейге адал қызмет етуге, адал қызмет ету керек болды. және бәлтүріктердің үлгісі бойынша мұқият жасақ төлеп тұруға міндетті болды. Налог төлеп тұру керек. Және де Ресейдің қол астындағы өзге халықтардың тарапынан қазақтарға шабуыл жасауға тыйым салуға тиіс болды. Жақсы, тыйым салу. Былайша айтқанда, қазақтың ертең алда өтеміз де, олардың жайылымдық жерлерге қазақтарға тыйым салады. Сол үшін ертең алда көтерілістер болады. Так, Аягүл, сен не айтар едің? Қазақтарға олардың жолдары шабуыл жасаған кезде Ресей қазақтары оларға көмектесуге міндетті болды. Көмектесуге міндетті болды. Әбілқайыр Ресейдің қол астындағы халықтардан алынған ұстындарды қайтаруға алып қалмақтармен және башқұрттармен бейбіт өмір сүру керек болды. Қараңыздаршы балалар, осы жағдайға Әбілқайыр келісті де. Келісу жаңағы не? Ол 1731 жылы 29 старшынмен ант берді. Және осы ант беруде дейді, башқұрттан кім қатысты дейді? Башқұрт енді оқулыққа қарайық. Осы ант қабылдау кезде кім қатысқан башқұрт өкілдерінің тарапынан? Башқұрт өкілдеріне кім қатысты дейді балалар? Башқұрт өкілдеріне кім қатысты дейді? Таймас, Шайымов башқұрттар өкілдігінен қатысқан екен. Жақсы балалар. Так, әліне қарай. Сабаққа оқулыққа қарайтын болсақ, балалар, 1731 жылы, қандай тарихи оқиғалар болды деді? Тез келіп бастаған. Қазақстанға келді. Сосын. Оның ішінде пара, социум, кейбір құйтырқы істерге бастап істерді. Құйтырқы істерді өзі бастап кетті. Қазақстан жеріне келіп. Ресей елшісі Әбілқайыр ханның қол астындағы адамдарды Ресейге өткізуге көндірді. Қазақтардың, былайша айтқанда, жоғарғы башқұртта оқығандарға кепілдік айтты. Яғни сен оларды Ресейдің қарамағына қосып алу керексің. Соны міндеттеді. Бағдар? Ол жылы Анна Ионовна кіші жүзді Ресей империясын кіргізуге ресми құжатқа қол қойды. Қол қойды. Және оған 29 старшын ант берді. 29 старшын ант берді. Енді балалар қараңыздаршы, Ресейдің тарапынан қазақтарға сыйлық келді ме? Қандай сыйлықтар келді? Кім айтады? Қандай сыйлықтар еді Тұржан? Жұқа мата, социум, жануарлар екі түлкінің терісі, аружан, айта ғой. Асылтастар. Сосын? Әбілқайырға не келді? Әбілқайырға. Кім айтады балалар? Оқулықта бар.
Әбілқайырға Ресей тарапынан қандай сыйлық келді? Оқулыққа қараймыз. Аружан? Бағдар? Болат қылыш. Екі түлкі тымақ, шұға маталар мен басқалары болады. Басқа сыйлықтар беру кездері. Жақсы. Болат қылыш балалар. Осы негізгі хандарға берілетін сыйлықтар. Жақсы балалар. Біздің басымызда жаңағы бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы еді. Кіші жүздің Әбілқайыр Ресейдің қол астында болу үшін, өзіне қарату үшін Ресей небір құйтырқы әрекеттер жасады да? Яғни тепкілікті жіберді, оған жаңа миссия орындау керек болды да. Енді қараңыз, сол кездегі бірінші Петр да? Не деп ұрандап еді? Қазақстанды Азиядағы кілт және қақпа жасағысы келді. Ол сөздің мағынасы қандай еді? Яғни қазақтардың жерін басқару арқылы олар бүкіл дүние жүзіне шығу, дүние жүзіне әйгілі болу. Себебі қазаққа не үшін қызықты? Олар қазақтар Орта Азияда орналасқан. Орта Азияда орналасқан. Геосаяси жағдай жақсы, географиялық жағдай жақсы. Нұржан? Ол жерге Қытайға және көп сауда және ұлы жібек жолының негізгі бағыты осы. Қазақстанның бойында орналасқан. Ерал, сен не айтасың бүгінгі сұрақ бойынша? Қазақтардың жеріне егістігі өте қолайлы болды. Егістік егуге өте қолайлы болады. Жақсы балалар. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болды ма сіздерге? Жақсы. Енді бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берсеңіздер, яғни қиын, құнды, қызық сізге не, қандай кері байланыс берер еді? Абдурахман, бүгінгі сабақ сенің ойынша қалай болды кері байланыс беру? Құнды, қиын, қызық. Қызық несімен қызық болды? Қандай қызық мәлімет алдың сен? Өзіңнің мәліметің. Анна Ивановнаның Қазақстанда жүрген көмегі. Жақсы, көмегі. Аружан? Маған қызық болды тепкіліктің миссиясы. Тепкіліктің миссиясы жақсы, өте дұрыс. Бүгінгі сабақ мен үшін қандай болды? Себебі бүгінгі сабақта мен 1730-1731 жылдары не болғанын білдім. Ресей империясының Қазақстанға қалай байланыс жасағанын білдім. Жақсы, балалар. Енді балалар, біз мақсатымызға жеттік па бүгінгі сабағымызда? Яғни Ресейдің Қазақстанды қосып алу алғышарттары қалай болғандығы, қай жылдан басталғандығы, олардың мақсаты не болғандығын біз бүгінгі сабағымыздан үйрендік. Жақсы, бірінші қатардан мен Абдурахман, Әсем, Айзерені бағалаймын. Екінші қатардан Бағдат, Бақтияр, Қайсар. Үшінші қатардан Милана, Аружан, Қазбек, Нұртас және Мединаны бағалайтын боламын. Балалар, үй тапсырмасы сіздерге осы кітабымыздағы 35-ші беттегі 3 сұрақты жазып аламыз. 3 сұрақ үйде осы жауабын оқулықтан тауып қосымша мәлімет қарастырып келеміз. Жаза алсаңыздар, орнымыздан тұрамыз. Үй тапсырмасы түсінікті болды ма оқушылар сізге? Жақсы, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.